Сәлеметсіздерме? Бүгін өрнегі бар митингке тоқып үйренеміз. Мені қолдап, подписка жасап, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Енді тоқымамызды бастаймыз. Әдеттегідей осылай түйін түйіп алып, крючокпен тізбек жасаймыз. Тізбектің 50 данасын тоқимыз. Енді оны жаңадан үйренген кісілер де білетін шығар. Осылай 50 данасын тоқып аламыз. Міне осындай цепочка өрім дайын болды. Тоқымас бұрын біз осыдан кейін тоқи бастайтын жұмысымыздың өзі мынау өрімдер көрініп тұр ғой, соның артқы жағындағы қабырғамен жұмыс істейміз. Қазір тоқу барысында көрсетемін. Енді мына 50 цепочканы кері қарай өзімізге ішке қарай айналдырып алдық. Екінші қатарды тоқуымыз керек. Ол үшін мынау крючоктан төмен тұрған не деп айтсам екен, тордан өткізіп жібереміз. Бір тордан тоқымаймыз да, келесі тордан столбик без накида тоқып шығамыз. Ол үшін крючокты жаңағы крючоктан үшінші тордан жұмысшы жібін тартып аламыз. Крючокта 2 петля болады. Соны жұмысшы жібімен тартып отырамыз. Бұл столбик без накида. Осы митингке тоқу барысында осындай тәсілмен тоқып шығамыз. Торға жұмысшы жібін тартып, крючоктағы 2 петляны тағы да жұмысшы жібімен тартып алып отырамыз. Осылай енді 49 петля жасаймыз. Міне осындай өрнек екінші қайтарымда. Енді кері қарай баруымыз керек. Ол үшін воздушный бір петля тоқып аламыз. Мына тоқымамызды ішке қарай қайта қайырып аламыз. Басында айтқанымыздай крючоктан бір петляны кейінгі тоқымаймыз. Мына өрімдер, осы өрімдердің екінші қабырғасынан, артқы қабырғасынан тағы да тоқи бастаймыз. Біреуін крючоктан төмен тұрған бір петляны тоқымаймыз. Тағы да айтайын. Одан кейін артқы жағындағы петляны крючокпен жұмысшы жібін тартып аламыз. 2 петлядан өткіземіз. Столбик без накида. Міне тағы да артқы қабырғадан крючокты өткіземіз. Жұмысшы жібін тартамыз. Крючокта 2 петля. 2 петляны крючокпен жұмысшы жібін тағы тартып аламыз. Тоқитын нәрсеміздің өзі осы тәсілмен соңына дейін тоқып шығамыз. Осылайша соңына дейін тоқимыз. 49 петля тоқуымыз керек.
Үшінші қатар тоқып біттік. Бір петляны көтереміз және тоқымамызды өзімізге қарай ішке қаратып аламыз. Енді төртінші қатар тоқимыз. Төртінші қатар тура жаңа істегендегідей болады. Соңына дейін тоқиық қыздар. Төртінші қатарды біттік. Воздушный бір петля жасадық. Кері қарай айналдырып, енді қайтадан жұмыс бастаймыз. Енді 9 столбик без накиді тоқимыз. Мына 5-ші қатарда. Тоғыз петляны тоқып біткеннен кейін цепочка жасаймыз. Воздушный петля 41 данасын. 1, 2, осылай 41 штук цепочка жасауымыз керек. Бұл жаңа басында біз тізбек жасадық қой. Сол кезде 50 болған. Сол сияқты мынауда жалпы саны 50 болады. Осы митинканың өрнегі 4 лентадан құралған. Столбик без накидамен бағанағы тоқыған тайғалып 49 петля тоқимыз.
Енді мына лентаны тоқимыз. Воздушный петля көтереміз. Сосын әдеттегідей соңына дейін 49 петля столбик без накида тоқып шығамыз. Крючоктан кейінгі бір петляны тастап кетеміз де, келесі петлядан өрімдердің арт жағынан, артқы қабырғасынан столбик без накида тоқып шығамыз. Жаңа бірінші лентада тоқығанбыз. Қайта-қайта қайталай бермей ақ қояйын. Осылай екінші лентамызды тоқып аламыз. Соңына дейін 49 петля болады. Қазір кері қарай тоқимыз. Үшінші және төртінші қатарды әдеттегідей тоқимыз. Бесінші қатарға келгенде 9 столбик без накида тоқимыз да, арман қарай 41 цепочка жасаймыз. Енді үшінші лентаны тоқи бастаймыз. 9 полустолбик, онан кейін 41 цепочка жасаймыз.
Мінекей 4 лентамыз дайын болды. Шаш үргендегідей мына видеоға қарап отырсаңыздар өрім тоқуға болады. Жаймен көрсетемін. Енді қолғап митинканың білектерін тоқи бастаймыз. Мындай воздушный петля көтеріп аламыз. Әдеттегідей өзіміз ішке қаратып аламыз. Крючоктан кейінгі бір петляны өткізіп жіберіп, келесі петлядан 9 столбик без накида тоқимыз. Енді өрімнен 5 столбик без накида тоқып аламыз. Енді келесі өрнектен 5 столбик без накида тоқимыз. Осылайша әр өрнекке 5 петлядан столбик без накида тоқып шығамыз. Ең соңғы өрнектен де істеу керек. Қазір сол жерге келгенде жаймен тоқтатып көрсетемін.
Соңғы маркер тұрған өрнектен 5 столбик, 5 накида тоқимыз. Енді воздушный петля көтереміз. Ішке қарай айналдырып аламыз да. Жиектің бәрін тоқып шығамыз. Жиекте 39 петля болады. Білектің келесі жағын мына ой өрнектен тағы да тоқып аламыз. Бір воздушный петля көтеріп, бағанағы способпен мына жақтан 5 петля, столбик, без накида. Өрнектердің бәрі 5-5 петлядан болады. Ең соңғы жағы 9 петля болады. Бұл жерде 1-2 қатар тоқып өтеміз. Енді бұл білек әркімге әрқалай қосымша тоқи берсеңіздер болады. Міне мына өрнекте 5 петля, столбик, 5 накида тоқимыз. Осыдан кейін келесі өрнекте
тағы да 5 стол бетпесін накида тоқимыз. Енді мына жерде соңғы жағында 9 петля болу керек. Онан кейін 5 петля болу керек. Соны санап аламыз да. Сол жерден бастап столбик без накида тоқи береміз. Осылай 1-2 қатар тоқып өтеміз.
Енді білекті екі жанын қосып тоқып аламыз. Оны крючокпен осылай тоқимыз. Бергі жақтағы өрімнің бер жағын аламыз. Арғы жақтағы өрімнің артқы жағын алып, кәдімгідей өрім жасаймыз. Бергі жақ қабырғаны аламыз. Арт жағынан артқы қабырғаны алып, жұмысшы жібін тартып, столбик без накида жасаймыз. Бергі жағындағы қабырғаны, артқы жағындағы қабырғаны аламыз. Столбик без накида. Осылай соңына дейін тоқимыз.